берген, ол қыздарын мәпелеп өсірген. Айналайын мәңгі ардақты, ата-ана деген есімнен. Бала болып базар думаны, зымырайды жомарт жылдары. Ата-анаң риза болмаса, бұйырмайды жұмақ гүл бағы. Бала, 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 бала деумен, алаңда мен уайым көрген. Балапаным балым деген ата-ана. Бала, 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 бала деумен, жаратқаннан бақ тілеген. Көңілдері жалқар гүлден ата-ана. Балалар еліміздің болашағы дейді ғой. Айнұр сізге рахмет. Осындай сынып сағатын ата-аналар жинасын ұйымдастырып өте керемет өтті. Көк туымыз екен. Осы көк тудың астында балаларымыз уайым қайғысыз, алдағы келе жатқан ентісін ойдағыдай тапсырып, ата-анасын, отбасын қуантып, еліміздің бір кірпіші болып қалынсын деп ойлаймын. Рахмет. Бала өзіміздің көз шырағымыз ғой, енді күн сәулесі сияқты. Баламызды осы күн сәулесіне теңеп, осы баламыздың аман болғанын қалаймыз. Енді мынандай түйінге келіп отырмыз. Енді ұбт-да ол бір өмірлік кезең ғой, мектептегі абыроймен тапсырып шықсын. Бірақ бастысы ол мәселе тест емес, бастысы балаларымыздың амандығы, дендерінің саулығы, аман сау жүргені. Сондай отырмыз. Бүгінгі жиналысымыз өте керемет, әсерлі болды. Рахмет сізге, Айгүл апай. Қызыл лентаны мен айтар едім, балаларымыздың жүріп өткен жолдары, жаңағы кілем төселеді ғой, обычно қызыл кілем. Сондай бір қызыл кілемдерде ұзақ көп жүрсін, өмірлерінде жаңағы биіктерге көтерілсін, осы қызыл жаңағы кілемді басып өтсін дегендей, сондай бір өмірге деген жақсы көзқараста болсын, алдағы ұбт-ны аман есен ойдағыдай тапсырып, жаңағы Нұрайдың мамасы айтып кеткендей, ұбт алғы мақсат емес, енді ол осы өмірдің бір кезеңі, оны өту керек. Бақ білема, әлде жаңағы Бап білема. Бап шабама, бақ шабама деген сондай бір әдемі қазақтың сөзі бар. Сендерге ақ жол, осындай қызыл лентаменен әдемі жүріп өтіңіздер, жолдарыңызды. Жүремін болсын. Жиналыс керемет өтті деп ойлаймын. Бәрі класс жетекшісінің арқасыздікі ғой. Біздің балаларымыздың тәрбиесін беріп отырған, ой беріп отырған, мысалы ұйымдастырып мешіттерді кружок. Ол